Гүлназым мен актөре арасында қазір жұрт назарын аударған бір жақындық бар. Гүлназымға оқырман сұрақ қойып, екеуі сөйлесіп жүрме деп сұрағанда, ол арамызда сыйластық бар, әрі қарай уақыт көрсетер деп жауап берген. Бұл жұпқа көпшілік жылы лебіз білдіріп, олардың жарасымды екендігін айтып, тезірек бас қосуларын тілейді. Пікірлердің басым бөлігі қолдау, актөреге Гүлназымды қадірлеу керектігін ескертеді. Сонымен қатар, біраз адам актөрені сынға алады, кейбірі оны жеңілтек, жауапкершіліксіз, қыздармен тек ойнап жүретін адам деп сипаттайды, опасыздық жасағанын еске салады. Осындай пікірлер Гүлназымды сақ болуға шақырады. Жалпы мәтін бір жұпқа қатысты елдің әртүрлі көзқарасын көрсететін оқырман пікірлерінің жиынтығы. Бір бөлігі бата мен тілек, екінші бөлігі ескерту мен сын. Оқырмандар арасындағы талқылау қызу. Біреулер Гүлназым мен актөрені жарасымды жұп деп көріп, той күнін асыға күтсе, екіншілері күмәнмен қарайды. Жақтаушылар екеуінің бір-біріне лайық екендігін, Гүлназымның инабатты, тәрбиелі қыз екенін, және актөренің енді тұрақтап, отбасы құратын кезі келгенін айтады. Олар жұпқа бақыт, сыйластық, берік шаңырақ тілейді. Ал қарсы пікір жазғандар актөренің өткендегі қылықтарын еске салып, оның қыздармен ойын ойнағанын, кейде жауапкершіліктен қашатынын алға тартады. Кейбірі тіпті Гүлназымда бір күні алданып қалуы мүмкін деп алаңдайды. Бұл топ актөреге ескерту жасап, өз әрекеттеріне абай болуға шақырады. Әлеуметтік желіде бұл әңгіме қызу талқыға түсіп, жұрт екіге бөлінгендей, бір тарап бата беріп қолдаса, екінші тарап сын айтып сақтандырады. Ал Гүлназымның өзі бәрін сабырмен қабылдап, уақыт көрсетеді деп отыр.